Қайырлы күн, құрметті тыңдармандар. Әңгіме Калуга.ру сайтынан алынды. Өткен аптада күйеуімнің тәтесі отбасымен бізге қонаққа келді. Еш ескертусіз тек келеріне 1 сағат қалғанда ғана қоңырау шалды. Сол сәтте мен макарон қосылған ірімшікті пештен шығарып, кешке не істесем екен деп ойлап тұрғанмын. Кино көрсем бе, әлде тырнағымды жасасам ба деп. Тәтесі 5 болып келді. Өзі, күйеуі, 2 баласы және не үшін екенін түсінбедім, қайын-енесін де ертіп келіпті. Не дейсің, жақсы тактика. Одақтас неғұрлым көп болса, өзгенің үйінде өзіңді соғұрлым сенімді сезінесің. Отырдық. Мен бәріне шай құйып, жексенбіге сатып алынған тортты кесіп бердім. Бәрі жақсы еді. Бірақ біз кеселерді көтеріп үлгермей жатып, тәтесі үстелге көз жүгіртіп шығып былай деді. Біз қонақ шақырғанда әр дайын дастарханда барынша мол етіп жайғымыз келеді. Алдын ала дайындаламыз деді. Біз негізі ешкімді шақырған жоқ едік қой, деп жауап бергім келген. Бірақ үндемедім. Күйеуім көзін кесеге төмен салды. Әрине, қайбір жан туысқа қарсы шыға алады. Тіпті ол туыс тілін тыймайтын адам болса да. Күйеуім өте жуас адам. Соншалық жуас, кейде біздің үйде кімнің қожайын екенін ұмытып кетеді. Ештеңе етпейді. Қажет болса, есіне саламын. Әрі қарай жағдай одан да нашарлады. 20 минут өткен соң тәтем менің ас үйімде тұрып алып, тоңазытқышты ашып қарап, барлығын бақылап тұрды. Бірақ келесі күні күйеуімнің тәтесі дастархан басына жайғасып алып, енесімен бірге біздің үйдегі кедей дастарханды дауыстап талқылай бастағанда, және мені дұрыс әйелдерден тамақ жасауды үйренсін дегенде, менің ашуым шегіне жетті. Мен ас үйге нық қадаммен басып кірдім. Дауыс көтерместен, истерикасыз, жай ғана үнмен, егер дастарханым жұтаң көрінсе, мархабат, ас үй толығымен сіздердің иеліктеріңізде. Табалар жуылған, пеш істеп тұр, ал азықты өздеріңіз сатып алыңыздар деп айттым. Тәтесі қатып қалды. Күйеуі қимылсыз қалды. Балалары тасбақа сияқты бастарын ішке тартып алды. Енесі салфеткаға жөтеле бастады. Ал мен жай ғана күлімдеп тіке қарадым. Мен бұл жерде отырып, ешкімге рахмет демейтін адамдарға тамақ пісіру үшін келген жоқпын. Өз үйімде маған қалай қожалық етуді үйретпек болғандары жетпей тұр еді. Шекара маңызды дүние, әсіресе оған назар аударса. Тәтесі бірдеңені күбірлеп айтып, отбасымен басқа бөлмеге кетіп қалды. Сірә ойланып қалған сияқты. Тәтесі бірдеңені түсініксіз күбірлеп, отбасымен бірге басқа бөлмеге кетіп қалды. Сірә ақылдасқан болар. 10 минуттан кейін қайта келді. Фартук киіп алған, бірақ түрі шахтаға жұмысқа қуып жібергендей ауыр күрсінді. Жарайды, егер сонша талап етіп жатсаңыз, бірдеңе пісіріп берейін. Әйтпесе бәріміз аш жүреміз бе енді, деді. Мен тек бас изеп сериал көруге кеттім. Қолымда кешке сақтап қойған шарап бокалы. Қызыл, құрғақ, дәл осы сәтке тап келгендей. Күйеуім 3 рет кіріп, сен бәрін дұрыс түсінбедің, және ұрыспауға да болар еді деп мәңгірледі. Ал мен өз пікірімде қалдым. Өткен үйіңде біреулер бөтен тәпішкемен шапқылап жүргенде, не үндемей жұтасың, не бәрін орнына қоясың. Мен екіншісін таңдадым. Айтпақшы, тәтемнің кешкі асы дәмсіз болды. Қатты қуырылған, әр тағамда майонез, ал ананас қосылған салатта пияз бар. Балаларға ұнамады, күйеуіме де. Бірақ ол өте дәмді деп түр көрсетті. Мен болсам, ірімшік қосылған макарон жедім. Кешегі тамақтың қалғанын. Өйткені жалған тырысу, бұл тамақ емес. Қонақтар кеткен соң, олардың қолы тиген нәрсенің бәрін мұқият жуып, терең демалдым. Күйеуім отбасымен төзімділік жайлы бірдеңе айтып күңкілдеді. Ал мен жай ғана жымидым. Отбасы деген сені құрметтейтін адамдар. Ал егер олай болмаса, онда бәрі өздері істесін. Мүмкіндігінше өз үйлерінде. Құрметті тыңдармандар, бұл жағдай бойынша өз ойларыңызды комментарийға жазып кетіңіздер. Сонымен қатар лайк басып, арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар.